Өткен көз көрген дүниеден өтіп кеткен әрбірлеріңіздің аталарыңызда өткен өмірінен жүрген жолынан бізге өнеге болатын істерінен мысал алынып мына үлкендерден ақыл сұрап барынша шама шарқымыз келгенше дайындаған арнауымыз бар еді. Кемшілігі болса әуелі Құдай сіздерден алдын ала кешірім сұраймыз. Бірақ барынша осы тырысып қамтуға тырыстық, қабыл алыңыздар. Бақтияр, әйелдер жағына тоқтатсыншы. Әйелдер жағына ұршын тоқтатсыншы. Бисмилла деп бастасам сөздің басын, әлеумет алдымдағы сөз тыңдасын. Алыстағы ағайынның басын қосқан, ризамын ағаларға мен өз басым. Құтты болсын амандар көрісуің, қазығұрттың басында бірігуің. Басында қазығұрттың кеме қалған, кездейсоқ емес еді-ау ол бір жиен. Қарбалас тіршіліктің заманында бірігу бас қосуда өте қиын. Ағайын аманбысың туғандарым, жиының тарқамасын думандары. Адайдың келін берді Құдай кеп, солардан тарихынан жыр арнадым. Адайдың немересі мұңал болған, мұңалдың төрт құбыласы түгел болған. Мұңалдың бір төрт баласы, Әлименен Бәйімбет жаулыменен шоғы болған. Шоғы болған. Мұңалдың ұл кенжесі Шоғы батыр, қасында 40 мылтық досы болған. Шоғының 40 мылтық аталуы себебін сұрасаңыз осы болған. Түркінің елін жерін қорғаймын деп шейіт болып Түркістанда Шоғы қалған. Шоғының қос баласы Есекей мен Жолайдан ұрпақтары көп тараған. Жолайдың бір баласы Жолманбеттен 40 ру мыңдаған ел тараған. Жолманбет атамыздың бір баласы Жарылғап Хақтағала құлы болған. Бес Жарылғап атаны өрбейтұғын, Жарылғаптың баласы 5 болған. Аман есен түгел 3 баласы, Көкетік Қарабаспен 5 болған. Ал енді мен айтайын жыр толғатып, ұрпағына аманды жеткізейін, қалсыншы отырған жыр ой толғатып. Ал Жемсағыз бойындағы ата қоныс, бабаларым мекен еткен жайлы қоныс. Құдайдың берекемен бағы қонып, береке той думанды құтты қоныс. Орысқа отар болдық бұл бір кездері, орыс саясатын кім сезбеді? Патшаның отаршылдық саясаты қазаққа қамқор боламын деп айтқаны жалған болған бір кез еді. Жер алып мүліктерін тәркіледі, болыстар ақ патшадан уәкіл еді. Шашал десе басалатын заманның мың бұралған кезі еді. Намысы нар тұлғалы батырларым қарсылық жасайын деп шығып еді. Діні мен дәстүрін сақтау үшін қасқайып қан майданда тұрып еді. Бірлігің берік болса елің тыныш, берекемен ынтымақ кірер ырыс. Ал берекемен бірлігің ажыраса, басыңа сонда келер қанды қылыш, қанды қылыш. Атасы діні бөлек, өзі кәпір, зұлымы шаш етектен толып жатыр. Осыған қарсы болған қалың қазақ амалсыз жерді тастап көшіп жатыр. Солардың арттарынан ізін қуып, аманатам ұрпақтары да кетіп жатыр. Қарақалпақ, Хорезм мен Бұхараны, Қашқар мен Сурхандариядан өтіп жатыр. Бабамның керуенімен кешкелесіп, фәниден бақилыққа өтіп жатыр.
Адайлар жер болмаса нетем деді, болмаса орыс жаққа кетем деді. Жарғандай бабаларым жер алған соң қорған төбе балжуан бектігіне амандар сол жерлерді мекендеді. Бұқараның шығысы таулы жерім, адайлар отырған жер болды керім. Мал менен қойын бағып еңбек етіп, тойларда көкпар шауып жүрді ерім. Осындай береке мен бақыт қонып, ырыс пен ынтымақта болды елім. Ай, аманның үлкен ұлы айтпай екен, уәдеге берік сөзінен қайтпайды екен. Жанбай мен Қазанғабы қарасы бар, бірлігіне бұлардың кімнің таласы бар. Ол айтпайдың жарқын деген баласынан Байнияз Байнек деген дарасы бар. Байнияз атамыздың ұрпағынан таудайын толға болған таубайы бар. Байнектен Салқамбек пен Жорақұлым аңшылық тазы салған батыр ұлы. Салқамбектен Бердібайдай ұл туылды, әкенің сара жолын ол да қуды. Ат шауып көкпар тартып заманында қасқайып еренердей адам болды. Ақсақал елге әділ бола білді, шындықты туралықты айтып тұрды. 5 уақыт намазы түгел болып, ғибадатта құбылаға жүзім бұрды. Осындай атамыздан бір әулет боп, атаның басқан ізін олар қылды. Ал келесі Жорақұл амандардың ері еді, атадан Бердіқожа дүниеге келіп еді. Жыр тартып әнін айтып заманында қасқайған нар тұлғалы сері еді. Бабамыз Қарқындай бір ер еді, баласы Бекбай деген палуан еді. Бекпенен әкімдердің атын шауып, қазақтың сол кездегі батыр еді. Мұқан мен Сәдуаққа Шәмбіл дейтін көкпар шауып беделмен жүрген еді. Әулеттен Жәңгір дейін тұлға шықты, татулықты ту еткен кісі екен, ағайынның әрдайым қамқоршысы. Бабалар әруақтарын мен сыйлайын, Қанбайдың ұрпағынан жыр толғайын. Егдірбай Төлесбайым құлым қосым, Шеркешбай атамыздан мен айтайын. Егдірбай тақуа сопы болған, жүрегі иман менен нұрға толған. Яхия көркем мінез сабырлы боп, орыстың қолынан шахид болған. Ал науқастар жарасына ем іздеген, шейіттен шипа тауып тәуір болған. Ал Егдірбай атамыздың бір ұрпағы, Шаймардан жастайынан дін ұстанған. Ақылды парасатты ол сабырлы, малдәулетті жомарт кісі болған. Қызылдың қылышынан қан тамған кезде Борбұлақ ауылынан мешіт салған. Осындай ізгілері де өтіп кетті-ау, сондықтан бұл дүние ей дейді жалған, ей дейді жалған. Ал Шаймардан атамыздан 5 ұл туды, Тағайбек, Ноғайбек пен Сайфан ағам. Нәжім мен Камалдайын ұлдар болды, Тағайбек елге сыйлы тұлға болды. Білім мен басшылықта әділ болып, ақиқат есігінде тұтқа болды. Кешегі 30 жылдық елдің тойын басқарып еңбектері есте қалған. Ал бастайын Ертөлесбай атамыздан, естілер батырлығы бір аңыздан. Құдабай Әбденбай мен Қайыр атам көрінер ер жүректі кісі болған. Ал айтайын сөздер көп қой аталарым, құлымдай есте қалған бабаларым. Мақтаулы ел айтатын жігіт бопты, ізінде ұрпақ болмай шежіреде кім ойлаған осындай аталарын. Ал Қанбайдың бір баласы Қосым атам, ойласам бұл күнде терең ойға батам. Кешегі Ақпатшаның қуғынынан ауғанның жерінен қоныс тапқан. Ал Қожа Ахмет, Қажы Шадман аталарым, Құдай берді бөлек қой бабаларың. Осындай бабаларым бөлек еді, дініне мұсылманның берік еді. Сафар мен Хафиздайын немерелер, екеуі Кәләмулла қари болды. Ауғанстан, Пакистан жерлерінен ілім алып еліне келген еді. Қосымның бір ұрпағы Құрбанияз, сондықтан Ерлеспай ағаларым. Садықтан Ерлеспай ағаларым.
алып тұлға